ID-ді ұмыт кетті, еш кіргізді ма сені? Әрине сен 8 ала алмай қалған шансы бар екен ғой мына жерде. Негізі ент-ні приоритетке қоймаймын. Ну, если что, вдруг тапсыратын болсам, ағылшын таңдап, 50 балл уже дайын тұрады. Celebrity we have here. Глазго, oh my god, guys! Глазго топ 100 университеттердің қатарына кіреді. Меня полностью разобрали, полностью меня уничтожили бар ғой, сол барлық қателерімді көрсетіп. Өзі бізде қазақтарда бар ғой, көз тиіп кетеді деген 14 күнде 14 эссе жазды достар. 2 апта чисто IELTS-қа дайындалдым. Мектептегі мұғалімдерге айттым, апай көше тұрыңызшы, пожалуйста, мен IELTS тапсырып алайын, сосын сіздің сабағыңызды оқимын дедім. ChatGPT-ді алдап, кішкене жүрдім да, бірақ өзімді алдамадым, самое главное. Апай жетіп қойған рейтингқа маған 5,5 қойған. О, вау. Сол мен ең үлкен қателігім, андай жалқау оқыта и IELTS-қа бүйтіп серьезно қараған жоқпын. You're not going to give your opinion there. It's just like, you know, stating the facts, yeah? It's just stating the facts. Yeah. Сен 9-ды тексеріп, соның көшесіне хотя бы 7,5-8-де бітіресің. На фон қойып қоятын да, анау фонға қосып өзі блокпласт ойнап отыратынмын. Бір ғана түрін мастер етпей, барлық түріне қарап шыққан дұрыс. IELTS speaking отчасти тестіне экстраверт алған негізі. Listening-то ыңғайлы. Әркімде өзінің наушнигі болады. Тұрам жазып аламын ана сөздерді, күшті райтингті пайдаланамын, жазып аламын. Ризинг бітеді, мен қағазын тартып алып, бүйтіп маған қарайды, анау жүрген адам мен бүйтіп бетіне қараймын. Даже бұл прикиньте, Эйнштейндардың өзінде болған синдром. Why am I taking this test? Why am I taking IELTS? Why do I need it?